Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университет оқытушылары ұлы Абайдың тұлғасын Әуезовтің көзімен таниды. Абай жолы роман-эпопеясын оқу челленджін ағылшын тіл білімі кафедрасының оқытушысы Меруерт Дәулетқызы жалғастырамын. Бөжейдің өлігін өз үйінен шығарып, мынау үйге әкеп қою қаралы қатындар мен бөжей қыздарының зарлауын қатты үдетіп еді. Байдалы сүйекті орналастырып болысымен сол өлік үстіне тіккен ақ үйдің оң жақ белдеуіне өз қолымен әкеп қара тікті. Бұл жұмыс өліктің артын күтудің үлкен бір серті еді. Қара дегені ұзын найзаның басына тігілген ту. Егер бөжей жай қара қазақ емес, төреден шыққан болса, сол төрелердің өз тұқымы туларын тігер еді. Ақ тулы, көк тулы, ала тулы деген төрелердің тұқымы жік-жігі осындайда көрінетін. Ал қарадан кісі өлсе, тудың түсі өліктің жасына қарай болады. Бұл жөндерге келгенде Байдалы ескіге жүйрік сүйіндікпен ғана ақылдасты. Сүйіндік жас кісі өлсе, туы қызыл болатынын, кәрі өлсе, ақ болатынын айтып келді де, бөжейдің орта жасты кісінің қаралы туы бір жағы ақ, бір жағы қызыл болу керек дегенді айтқан. Жаңағы Байдалы әкеп тіккен ту қара дегені осы еді. Бөжей өлген күннің ертеңінде тікілген осы қара бөжейдің өлімі өзге өлімнен ерекше күтілетіні жарияланды. Соның шарты бөжейге ас беріледі. Жыл бойы арты қатты күтіледі деген болатын. Қара тіккен Байдалы халық атынан бөжейден арысына ас берем деген ырымын жасады. Бұл әдеттің екінші бір белгісі тағы бар. Байдалы қараны тігіп, барлық жиылып тұрған жанкер жақындармен бата қылған кезде, сол үйдің екі жақ босағасына екі ат жетелеп келді. Бірі дуға жал, семіз күрең ат, екіншісі дөң боп жаралап қалған, сартап болған сұлу қара көк ат. Күрең ат бөжейдің қыс мінетін аты. Қара көкті осы жаз басынан байлап жүреді. Бөжейдей азаматтың ыстық көзіндей болған екі серік аты келгенде, барлық үлкендердің өздері еңіреп жіберісті. Арысым-ай, арыстаным-ай, бауырым-ай деп күңіреніп еді. Өзгеден бұрын бойын жиып алған Байдалы болды. Ол әуелі оң жақ босағада тұрған күрең атқа кеп, жануар-ай, иен кетіп тұр қалдың ғой сен бейбақ деп жақындап келді де күрең аттың кекілін шорт кесті. Содан құйрығынан алып уыстап тұрып дәл тірсегіне жоғары келтіре қалың құйрығында борт кесіп алды. Қара көк атқа да соны істеп тұлдаған екі атты барлық осы өңірдің өзге жылқысынан бөлек түске кіргізіп қоя берді. Қара тіккен жерде ас берудің серті айтылды. Мынау тұлданған екі ат келесі жолға шейін мінілмейді. Қол тимей семіріп барып жыл асқан соң иесінің асына сойылады. Байдалы екі аттың артынан қарап тұрып, қара көктің жал құйрығы қара ғой, қаралы ат осы болсын. Көшкенде ерімнің қаралы ер тұрманы осыған ерттелсін. Тұлдаған киімдерді осы жануарға жабылсын, деді. Бұл сөзі байлау еді. Осыдан соң Байдалы бастаған үлкендер қастарына Қаршығалыдағы барлық басты ру, бай ауылдардың мал иелерін алып отырып, бөжейдің жаназасына, педиясына байлайтын мал мүліктің әңгімесіне кірісті. Өлім бардың малын нашар, жоқтың артын ашар. Бөжей бай болмасын, бірақ жоқ емес. Әсіресе ағайын тұрғанда, мұндай шебі бүтін тұқымы болғанда неге жоқ болады? Тіріде тілеуі, бір туысқан өлісінде неге ұмытады? Бет топырағы жасырынбай тұрып қайтып ұмытады. Осыны айтыспаса да ойламаған ағайын жоқ. Сондықтан олар бөжейдің өз үйіне салмақ түсірген жоқ. Керек десе бір лақты да өзінен шығартпасқа бекісті. Ертең бата оқыры, қонағасы аз болмайды. Қара тіккен үй әсіресе өткен кеткеннің бәрін шақырып тұратын үй болмақ. Шаршаған мен шалдыққан болсын, аш-арық болсын, алыс жақынның бөгде жүргіншісі болсын, баршасы да бұл бір жылдың бойында ылғи ғана бөжейдің үйіне түсетін болады.
соларын тие берсіні тілек батасы бөжейге сауап. Өлгендердің артын күту, әруағын күту сол сауабын ойлауда деп молда қожа көп өсиеттеген сөздерді де байдалылар еске алды. Сонымен бөжейдің өз үйінің шығыны әлі алда жатыр. Ол санаусыз көп. Ендеше мынадай қауырт шығасыны ол үйдің өзіне салмай бөліп әкету шарт. Жиылған ағайын ынтымағы сараңдыққа бой ұрмады. Бұл өлкеде талайдан болмаған бай бәдия және де осы бөжейдікі болатын анық. Бастығы сүйіндік байсалдар болып, азаға салғаным, қосқаным, аруағына арнағаным деп шеттерінен қос ат, інген, жамбы, тай тұяқ, қой тұяқ сияқты бұйымдар атасты. Сөйтіп кеңес аяғында пәдиясының өзі талай тоғыз болып саналды. Бас тоғызы түйе, екінші тоғызы жылқы, аяғы қой, ешкі тоғыздар және ішік кілем сияқты тоғыздар еді. Осы таңертеңде, дәл осы кеңесте мынау қара тіккен үйге бұдан былай мол жасау, қаралы сәнді жасау жоюдың жайы да байланды. Сүйіндік, байсал, байдалы бәрінің үйлерінде тең сандықтарында жатқан қаралы қалы кілем, қымбат ішік, өзгеше тон, түскүйе сияқты асыл бұйымдар тегіс осы үйге әкеліп жиылмақ. Түске жақын ақ үйдің ішіне әзірше жасауға білмесе де, ертең өлік шыққан соң ілетін боп, барлық септің жасауларында әкеліп қойды. Бұл кезде бөжейдің өз үйінің ішінде қара сұр бәйбіше шашысын шорт байлаған, қара шашын тарқатып, екі иініне жайып салған, қан сөлден айырылып сұрланып талған жүзінде көк тамыры білінеді. Екі бетінің ұштары жылап жыртқан тырнақтың табын сақтап жаратар боп тұр. Бөжейдің екі қызы да бастарындағы бөркін тастап, қара салыны шорт байласып алыпты. Бұлар әкелері өлісімен қайғылы шерлі бір ұзақ жоқтаудың сарынын тапқан екен. Бүгін таңертеңнен бері жаназашыларға көріскенде сол жоқтауларын айтумен отыр. Барлық шыңғыс сыртындағы ұшы қиыры жоқ ең өлке, кең сала, мол жайлау, құйқалы адыр, қалың таулардан жұрт ағылды. Аңыраған ел, жер қайысқан, қалың топыр боп келіп, бірнеше күн жыласып, аза салып, болды да ақыры бөжейдің жаназасын шығарды. Сүйегін бұл жайлауға қоймай, шыңғысты қайта асырып, қыстаудың үстіне барып Тоқпамбетке қойды. Бөжейдің жұрт жоқтаған, жанға топырақ салмай қалған жалғыз Құнанбай айналасы болды. Ұлы ақын Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған Абай жолы роман эпопеясын оқу челленджін Қазақстан Республикасының өзге де жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына жолдаймын.